қосымша бұрыш енгізу арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулерге арналады. Ал кеттік, бастайық. Егер тригонометриялық теңдеулер мына түрде берілсе, біз бұны қалай шығарамыз? Қосымша бұрыш енгізу арқылы шығарамыз. Демек, оны біз мына жерде бір санға бөліп жіберу керекпіз. Қандай санға бөліп жіберу керек екенін біз былай анықтаймыз. Мына жерде синус kx функциясының алдында а деген коэффициент тұрады. Мына жерде б деген коэффициент тұрады. Енді осы теңдеуді біз бөліп жіберу керекпіз. Осы жердегі а-ның квадратына қосамыз б-ның квадратын, сосын түбірасты алып барып бөліп жібереміз. Бұл мысалда қалай көрініс табады? Көрейік. Мына мысалды қарастырайық. Мына функцияның алдында қандай сан тұр? Түбірасты 18. Мына жерде де түбірасты 18 тұр. Біз мына теңдеуді неге бөліп жіберу керек едік? Түбірастында а-ның квадраты қосылған б-ның квадратына. Түбірасты салам, түбіріс қоям. Түбірасты 18-дің квадраты қосылған түбірасты 18-дің квадраты. Түбірасты 18-дің квадраты 18, қосылған мына жерде де 18, қоссам түбірасты 36, одан 6 шығады. Демек, мен мына теңдеуді неге бөліп жіберемін? 6-ға. Кеттік, бөліп жіберейік. Осы тұста түбірасты 18 бөлінген 6 көбейтілген синус x бөлінген 3 минус түбірасты 18 бөлінген 6 косинус x бөлінген 3 тең 3 бөлінген 6. Қысқаратын нәрселерді қысқартайық. Түбірасты 18-ді қалай жазуға болады? 3 түбірасты 2 деп жазсам бола ма? Мынаны да дәл сол сияқты 3 түбірасты 2 деп жазам. Себебі 3-ні түбірдің астына кіреді, 9 болып кіреді, квадрат алып 9-ға 2-ні көбейтем, сонда менде 18 болады. Түбірасты 18 шығады. Демек, мынаны орнына солай жазып шығам. 3 түбірасты 2 бөлінген 6 синус x бөлінген 3 азайтылған 3 түбірасты 2 бөлінген 6 косинус x бөлінген 3 тең 3 пен 6 қысқарады, 2-ден 1 қалады. Енді мына жерде мынамен мынау қысқарып 2 қалады, мынамен мынау қысқарып 2 қалады. Сонда мынау түбірасты 2 бөлінген 2 синус x бөлінген 3 азайтылған түбірасты 2 бөлінген 2 косинус x бөлінген 3 тең 2-ден 1 болады. Енді бұл жерде біз мына формуланы білу керекпіз. Ең бірінші. Синус альфа плюс бета. Қалай жүктейтін едік? Синус альфа, косинус бета. Қосылған косинус альфа, синус бета. Синуста бұлай араласып жүреді. Синус, косинус, косинус, синус деген сияқты. Бұл жерде де біз араластырып қою керекпіз. Синусқа келтірейік осы синус формуласына. Мынау косинус қай градуста түбірасты 2 бөлінген 2 тең. Синус тұр уже. Синус x бөлінген 3 тұр. Косинус 45 градуста ғой, пи бөлінген 4 деп жазам. Түбірасты 2 бөлінген 2-ні. Сосын азайтылған мына түбірасты 2 бөлінген 2-ні мен жазамын. Бірінші косинус x бөлінген 3 жаза салайын. Синус пи бөлінген 4 деп жазамда, нақты 2-ден 1 тұра берсін. Сіздер менімен бірге видеоны көріп болғаннан кейін жазып алыңыздар, иә. Енді бұл жерде мына формулаға келіп тұр, бірақ соның минусы ғана. Демек, синус x бөлінген 3 азайтылған пи бөлінген 4 теңінде тең 2-ден 1. Енді мынау қарапайым тригонометриялық теңдеуге келді. Соны бір еске түсіріп жіберейікші. Синус x тең а-ға тең болса, x тең минус 1-дің k дәрежесі арк синус а плюс пика k тиісті z-ке. Солай жасаймын. Мына жерде x тұр, x-ті қойдым. Мына жерде не тұр, соны қоям. X бөлінген 3 азайтылған пи бөлінген 4 тең минус 1-дің k дәрежесі арк синус 2-ден 1 плюс пика. Енді пи бөлінген 4 мына бетке не болып барады?
қосу болып барады. X бөлінген 3 тұрады, тең, минус 1-дің k дәрежесі дейін. Синус қай градуста 2-тен 1-ге тең? Ол 30 градуста. 30 градус дегеніміз пи бөлінген 6 плюс мына минус пи бөлінген 4 келесі бетке плюс пи бөлінген 4 болып барды, сосын плюс пи бөлінген пика. Енді мына жерде 3 бөлініп тұр ғой, дұрыс па? 3 келесі бетке өткен кезде демек көбейту болып барады. Демек мынаның әр қайсына көбейтіледі 3. Бөліміне емес, ал мына минус 1-дің k дәрежесі көбейтіледі. 3π бөлінген 6 плюс 3π бөлінген 4. 3 көбейтіліп жатыр. 3πk болып. Мына қысқарып кетеді. X-те минус 1-дің k дәрежесі π бөлінген 2 плюс 3π бөлінген 4 плюс 3πk. К тиісті Z-ке екенін ұмытпаймыз. Негізі әрбір қатарға жазылу керек. Жалпы енді бізде жауабы шықты. Мына теңдеудің жауабы осы. Түсінбесеңіздер, видеоны артқа қойып, қайтадан көріп алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер.